Бәріне сәлем, бүгін 24 шілде ме, жаздың ортасы. 2025, мен қазір бәрніске оратырмын. Осы аптаның сейсенбісінен бастап мен ауырып қалдым. Оның сосын үйіне барлығын дұрыстап айтып берем. Қазір уақыт жоқ, сағат 11:30. Сол вторниктан больничный аштыртқан, бүгін бейсенбі, ары қарай создырту керек. Себебі менің тұмауым қайтпай тұр. Тұмау дегенде жөтеліп ондай жоқ, бірақ тамағым қызыл, оның бітелген, температурам болды. Бір күнге бола, ертең жұмысқа шығудың қажеті шамалы деп ойлаймын, жұма күні. Сондықтан ертең күнге дейін солдырту керек деп тұрмын. Кеттім. Сағат 11:30 болды. Қателеспесем 12-ге дейін қабылдау. Сол үлгеру керек. Сондай жағдай. Нет, это Вам сколько лет? Мне 26 будет. Это для горла, да, вшикать надо? Это брызгалка или венцы у вас? Бромедин и памфлет брызгать, да? Да, мне... 6,45. Ага. Кёрс? Да. Пакет надо? Пакет. Он платный? Нет. Давайте. Сонымен, құрметті көрермен, не алдым? Андай дәрі алдым. Бұл удай екен. Так, бүгін 29 шілде еңбек демалысына өтініш хат жаздым. Сол. Бүгін нешесі? 30 шілде достармен істем oldu қарандар. 2-3 күн бұрын өрт болған. 25 өрт болды, қай күн oldu өрт? 3-ші этаждың терезесін көрдіңдер ма? Капец. Достар, күн ысып кетті. Мен қалың киініп алған. Жаман ыстықтап тұрмын. Өйткені әбден жаңбыр жауды, суық болды. Екінші дүкенге келдік. Көйлек қарауға, Айжекеге. Қанда өте көп. Прикольный бе? Күшті екен. Арқасы ашық еще. Бәріне сәлем, бүгін 4 тамыз 2025 апталық блогымды бастағым келіп тұр. Осы аптада қандай күндер бар? Күндер дегенде қандай түсіру керек ау дейтін күндер бар дегенім ғой. Такс 7-сі күні бұйырса, 1 жасқа бір күшті бала толады. Сосын тұсаукесер болады, соған барам. Сосын 8-ші табыс менің туған күнім. Сосын 9-ы, оның бірі менің туысқандарым туған күні болады. Қысқасы осы апта берекелі болады деп ойлап тұрмын, сондай үміт бар. Сондықтан, let's get started. Қысқасы бүгін ұжымдағы кісілермен жиналдық. Мына кісі Астана қаласына көшіп кеткентін, бірақ осы жаққа жай көрісуге келді. Негізі Астанада тұрады, әлі тұра берсін, дәл күшті болып. Сосын осы жерге келді Қарағандыда. Қалай произношение, Айжеке? Чинури ма, дұрыс па? Осы жерге келдік. Жаңадан ашылған екен. Қашан ашылды дедіңіз жаңа? Майда дейді. Мамырдың нешесі? 29-ы или 27-сі? 27-сі немесе 29-ы күні ашылыпты. Осындай әдемі жерге келдік. Қазір көрсетем. Бұл қандай? Бұл қандай? Кухня, жеке восточная. Восточная қазақша қалай болады? Шығыс кухнясы дамыған. Шығыс кухнясына келтіріп жасаған екен. Енді тағам таңдап отырмыз. Айжеке сторис түсіріп отыр. Мәз болып отырмыз. Астанада сағындырып келіп жатыр. Тамақтарын дәмін татып көрмедім, бірақ суын алып кепті. Суы әдемі деп қоқысы жай. Су дәмді сияқты білмеймін, шкөр көріп. Тамақтары қазір келеді бірер минуттан кейін. Сондай жағдай. Мына ерден Расул Мырза өзінің Астанадағы өмірі мен клиптері туралы айтып жатыр. Мына біздің тамақ. Позормай. Нормально. Будущем атақты ютуберші осы айтасыздар, тамақшытық осылай деп. Сонымен достар, біз қайттық. Мына кісілермен қайтып баратырмыз осы құраммен. Мына ханымға дарханаға дәрілер алайын деп жатырмыз. Сосын жаяу қайтамыз деп. Жеке өз басым солай жоспарлап тұрмын. Сол. Жақсы отырдық. Жақсы отырыс болды достар,
Я выкл, давай делай выкл. Қадірменді достар, көрермендер, жанкүйерлер деп па. Сағат түнгі 11-ден 23 кетті. Бүгін 4 тамыз 2025. Бұл мен ұжымдағы кісілермен кездескеннен кейін. Бүгінгі күн как день сука өтті. Жұмыс әдеттегідей өтті. Сосын жұмыстан кейін ұжымдағы адамдармен кездестім. Барлығын көрдіңдер, түсіргенімді, вақытты көңілді өткіздік. Есте қалар күндердің бірі. Досым шықпай қалды, сол. Енді келесі күнге дайындық. Бүгін дүйсенбі, я. Будто бүгін бір сейсенбі, немесе сәрсенбі сияқты. Дүйсенбі мүлдем сезілген жоқ. Уақытты жақсы өткізгеннен. Соған да шүкір. Сондай міне 1,5 минуттық жайский видео. Жатарда Жанарқаның қымызы is the best decision. Thank you. Так, бүгін 7 тамыз, 25 жыл мен өзімнің жұмыс орнынан заттарымды алып кеттім. Себебі ертең менің туған күнім, одан кейін еңбек демалысы. Міне, менің барлық заттарым осы жұмыста жиналған. Осымен тәмам. Бүгін Максим проставляется. Достар, менің жұмыстағы соңғы күнім, ертең менің туған күнім. Сондықтан туған күннің құрметіне келмеуге болады. Содан кейін менің еңбек демалысын бастады. Ал фиксация, салам алейкум. Сори. Бастан бастай. Құрметті көрермен, бұл жұмыстағы менің соңғы күнім. Ертең туған күнім, туған күннің құрметіне жұмысқа келмеуге болады. Содан кейін мен еңбек демалысын бастады. Осы жерде жұмыс істедім, менің заттарым бағана көрсеткен, тағы да көрсетем, почему и нет. Сол отырым, қазір көлік шақырып, заттарымды үйге апарып тастау керек, сосын қайтып келем. Одан кейін кеш жақын той болады, Таймастың 1 жас тұсаукесер тойы. Сол жерден мүмкін влог, видеостар түсірем. Сондай жағдай. Сізге арнайы сыйлықтары бар екен. Бәріне сәлем, сіздермен бірге айғаным. Бүгін 8 тамыз 2025, мен 26 жасқа толдым. Міне, қарандар. Шүкір, туған күннің құрметіне бір күнге жұмыстан босатты. 26 жасымда тыныштықта, жайлы сезіммен қарсы алып отырмын. Барлығы құттықтап, елеп, құрметін білдіріп, өте ізгі тілектерін жазып жатыр, құттықтап жатыр. Өте қуаныштымын. Сол 26 жасар ағамнан сәлем. Менің қадірлі де құрметті бөлелерім осындай сыйлық сыйлады. Өте қатты қуаныштымын. Міне, білдіріп отқан құрметтеріне көп-көп рахмет. Қараңдар, қандай әдемі гүл шоқтары. Ризамын. Қалай әдемі. Күшті. Рахмет, бөлелерім. Иісі керемет. Әдемі. Такая деловая вся, командирша.